Адамдар екі мақсатта құдық қазады. Біріншісі су шықсын деп, екіншісі ол басқа бір адамға ор қазбақ. Яғни бір ортаны әзірлеп, тура осы жерде аяғы тайса, осы шұңқырға түссе дейді. Қызғаныштан болады ондайлар, істеп жүрген жұмысын істей алмай қалса, бір зарар көрсе дейді. Осылайша зияны тиеді-ау деп құдық қазған, қаздырған адам оны басқа біреуге қаздырдым деп ойлайды. Бірақ ол өзіне қазылған құдық екеннен бейхабар. Ол құдыққа ең алдымен өзі түседі. Бұл дүниеде түспесе де, ақиретте міндетті түрде түседі. Қиын жағдай, әрбір құдыққа түскен өзін Жүсіп пайғамбар сияқтымын деп ойлайтын шығар алейхиссалам. Бірақ олай емес. Себебі Жүсіп алейхиссалам өзі қаздырған құдыққа түскен жоқ. Оған құдық қазғандар оны жетектеп итеріп түсірген ол құдыққа. Өзі қазған құдыққа өзі түскендер де өздерін Жүсіп санайтындар бар. Ассалаумағалейкум жақсылар. Жақсыларға ергендер, жақсыға құлақ түргендер. Бүгінгі әңгімемізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір керемет дұғасымен бастасақ. Егер адам осы дұғаны оқыса, ол мұң мен қайғыдан құтылады. Хадисте былай келген, адам мұң мен қайғыдан құтылғысы келсе, мына дұғаны оқысын дейді. Жалпы байқасаңыздар, адам өмірінде дұғалардың түр-түрін естиді, оқиды, көреді дегендей, теледидардан, әлеуметтік желілерден, мешіттерден, тағысындағы. Бір құлағынан кіріп, екіншісінен шығып жатады. Бірақ дегенмен кейбір есткен дұғалар кісінің көңіліне түседі. Жаттап алғысы келеді. Жақсы сезімде болады. Себебі не? Себебі оны айтқан көмей басқа, ауыз басқа. Ол жақсы бір адамның көмейінен шыққан дұға болса керек. Оқыған дұғаның мағынасын жүрегімен түсініп оқыған адамның дұғасы. Дұғаны айтқан ауыз маңызды. Әйтпесе сөздер бірдей. Ал бірақ оны айтқан пәк еріндер бөлек келеді. Оның айтқанын естіген адамдарға әсер етеді. Себебі жүрек пен ерін арасында көзге көрінбейтін бір байланыс бар. Егерде жүрек Алланың мекені болса, жүрек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға құрмет пен сүйіспеншілікке толса, ол жүректен Алладан басқа нәрселер жойылса, осындай бір жүрек иесінің аузынан қандай да бір сөз шықса, тыңдаушының құлағына емес, жүрегіне жетеді. Әлбетте тыңдаған адамның да жүрегінде бұған деген кішкене саңылау болуы керек. Егерде сенің жүрегіңде басқа нәрселер болса, ол адам сенің жүрегің алаңдамайтын нәрселер айтса, онда сенің жүрегің оны бәрібір естімейді. Ол да сізге ештеңе жеткізе алмайды, қанша тырыссады. Көп созбайық. Дегенмен мына бір дұға. Дұғаның арабшасын жазып қалдырамын, қазақшаласақ былай. Алладан басқа құдай жоқ, еш нәрсе жоқ кезде бәрінен бұрын ла иляха иллаллах сөзі бар болатын. Я болмаса, ештеңке болмағанда ол бар еді, одан басқа Алла жоқ. Бәрі жоқ болғаннан кейін ла иляха иллаллах сөзі ары қарай бар болуын жалғастырады. Адам баласы кейде мына дұғаны 100 рет оқысаң ұшасың, 88 рет мына сөздерді айтсаң, бәрі сені жақсы көреді. 96 рет былай деп айтсаң, ғашық болған жан саған да ғашық болады дейді. Шындық емес, бұлардың бәрі ұшпайсың да, ешкім сені жақсы көрмейді де, ешкім ғашық болмайды да. Бұлай есеп-қисап жасаудың керегі жоқ. Жай ғана күнделікті өмірде, ақылымызға келгенде, мұң мен қайғы басса оқысаңыз болады әлгі дұғаны. Ал енді тақырыпқа оралайық. Сұрақтан бастап көрейік. Сіз құдық қазып көрген бе едіңіз? Су шығатын емес, басқа мағынадағы. Ананы бүйтсем, сөйтсем деп басқа біреуге қазатын құдық туралы мәселе. Баяғыда бір адам болыпты, өте сұмдық бір залым. Содан бір күні құдықтың жанынан өтіп бара жатып, аяқтайды ма, көрмей қалды ма? Құдықтың үсті ашық еді, бұлар маңызды емес, бірақ сол құдыққа түседі екен әлгі. Шығатын мүмкіндігі жоқ, жалғыз өзі шыға алмайды. Шарасыз күйде астында тұрып бақырады. Мені құтқаратын біреу бар ма екен үстінде деп. Адамдар таниды әлгінің даусын, жағымсыз дауысты
естіп өтіп кетеді жанынан. Ей, төбеде кім бар дейді. Даусын естіген адамдар құдықтың әр жақ бер жағынан айналып өтіп кете береді. Содан құдықта жатқанына 3 күн болады. Өте бір түрлі нәрсе, оғаштау болған жағдай. Мәулананың бір риуаятында сауат ашу бойынша бір ғалым құдыққа түседі екен. Содан ол мені құтқаратын біреу бар ма деп бақырады екен. Ол да бір кезде шәкірті келеді екен. Содан арабшалап сұраған көрінеді, сізді шығарайын ба деп. Сөйтсе әлгі ұстазы, ау балам, сұрақ осылай қойыла ма екен, сен сұрақты былай бастауың керек еді, былай болу керек еді деп дәріс оқып кетеді. Сөйтсе шәкірт, онда мен біліп үйреніп келген соң келермін деп кетіп қалады екен. Бұл жерде Мәулананың айтпағы, адамның дерті құдықтан шығу емес па? Ал шәкірттің сен шығаратын мүмкіндігі бар. Ол адам неге оған дәріс үйретіп әуре? Адамның ойы не? Ненің артынан ерді? Бір әулие айтқан екен, кезінде бір ғалым қайыққа мініпті. Қайықта өзі бар және қайықшы, мүсәпір бір адам. Содан бұғаздан өтіп бара жатқанда ғалым сұрапты қайықшыдан, сен мыналарды білесің ба деп. Жоқ ұстаз, білмеймін дейді қайықшы. Ғалым отырып, мейлі онда мыналарды білесің ба деген екен. Жоқ ұстаз, білмеймін дейді әлгі қайықшы. Ал мынау ше деп әлгі мүсәпірдің білмеймін дегендер артқан сайын бұл намыссыздың жаны кіре береді. Ғалым, бүгінде де бар ондайлар. Кеше мына бір кітапты оқыған едім, сіз оқыдың ба? Адам оқыса өзі оқиды. Бірақ басқада не ісі бар? Әгер қарсысындағы адам оқыдым десе де айтарын айтады. Оқымадым десе де айтқысы келгенін айтатын еді. Жаны жайланып, көңілі той айтар еді, оқымадым десе. Содан әлгі ұстаз қайықшыға, ананы білмейді екенсің, мынаны білмейді екенсің, онда өмірінің жартысы босқа өтіпті, құр кетті дейді. Әзіл мазақ аралас. Қайықшы рахмет дейді де қояды. Ал содан бір кезде дауыл соғып, әні-міні қайық аударылып қалатындай шайқалып жатады. Қайықшы тырбанып жатыр әр бері. Содан болмағасын әлгі ғалымға, жүзу білесіз ба дейді екен. Білмеймін дейді әлгі ғалым сасып. Сонда қайықшы оған, онда өміріңіздің түгелі босқа кетті депті. Бұл жерде былай ғой, егер әлгіндей қылық жасайтын болсаң, шебер Алла бір жерден бір нәрсе жіберіп, жасағаныңның бәрі босқа кетер. Осы орайда білім алу, сауатты болуды еш төмендету ойымыз жоқ, керісінше жоғарылату үшін айтып отырмыз. Кішіпейілдік, имену, болмадым, бола алмадым, білмедім дегендер керек адам баласына. Бұл рухани білім. Сөздің түркіні, бүгінгінің трагедиясы, дүнияви ілім мен рухани ілімнің түйіспеуі. Екеуі бір-бірінен үйрену керек. Тақырыптан қатты алыстап кеткен сияқтымыз, адамымыз әлі құдықта күтіп жатыр, әлі айғайлап жатыр екен, кім бар көмектесетін деп. Әрі бері өткендер естісе де естімегендей болып өтіп кете береді құдықтың маңайынан. Содан біреу шыдай алмай, қап бәлем, түстің ба сенде құдыққа деп, қолына бір тас алып құдықтың түбіне қарай лақтырып кеп қалады. Қалайсың дейді оған. Кезінде бәріне жамандық жасаған едің, таптың бе енді өзіңе лайығын дейді. Әркімге ор қазушы едің, енді түстің бе сол орға. Осы уақытқа шейін біреу болсын Алланың құлына бір жақсылық жасадың ба, одан көмек күтетіндей дейді екен. Ызаланып, ашуланып, ал көрдің бе өзің қазған орға өзің түстін деп көмек береді екен. Жақсы нәрсе жасады деп айтудан аулақпыз. Бұл жерде сөздің соңы әлі алда. Әңгіменің басында айтқан едік, құдық 2 мақсатта қазылады деп. Біріншісі шын мағынадағы су шықсын деп қазылатын құдық. Оны тікелей адамның өзі жасау қажет емес. Мысалы, Африка елдерінде Мұхаммедтің үмбеті саллаллаху алейхи уассалам қолдансын деп мұқтаждарға құдық қазып су шығарып беру мысалын келтірсек, ол құдықтың суынан аққан әр тарс деп аққан әр тамшы сауаптардың жазылуына себеп болады. Бірақ ол адам оны сауап жинаймын деп қаздырды ма екен, білмейміз. Мүмкін тек Алла разылығы үшін ғана
болса керек. Маған берген Алла оған бермеді, мен де Алланыкімін, ол да Алланыкі, су да Алланыкі. Маған оған су қазуға шабыт бергенде Алла, сәйкесінше Алланыкі болғанмен, Алланың қалауымен, Алланыкі болғанға, Алланыкі болғанды Алла сыйға тартуда. Ал мен тек ортадағы делдалмын. Осылай қарау керек. Дұрысы? Біріншісі осы кәдімгі құдық қазу болатын. Ал екінші түрі ол басқа біреуге ор қазу. Яғни бір ортаны әзірлеп, тура осы жерде аяқ тайса, осы шұңқырға түссе дейді. Қызғаныштан болады ондай, істеп жүрген жұмысын істей алмай қалсын, бір зарар көрсін деп. Осылайша зияны тиеді-ау деп құдық қазған, қаздырған адам оны басқа біреуге қаздырдым деп ойлайды. Бірақ ол өзіне қазылған құдық екенінен бейхабар. Ол құдыққа ең алдымен өзі түседі. Бұл дүниеде түспесе де, ақиретте міндетті түрде түседі. Қиын жағдай шындығында. Бұл жердегі әңгімеміздің мәні: арпа егіп бидай ора алмайсың. Жақсылық көргің келсе, жақсылық жаса. Әдемілік керек болса, әдемі жаса. Ұсқынсыз жасап, әдеміні күтпеу керек. Жамандық жасап, жақсылықта күтілмес. Бұны бұлай түсінеміз. Әлі тыңдап отырсаңыз, онда бәрі өз жолында. Хикая ішінен хикая шығады. Сонымен баяғыда бір құл болыпты. Өз қожайынын қатты жақсы көреді екен. Қожайыны болса бір күнәһар адам екен. Күнәлі істермен аты танымал. Құлы оған насихат жасағысы келеді. Жолын тауып, оны тура жолға шақырғысы келеді. Неге? Өйткені жақсы көреді. Оны жақсы көргеннен оның жаһаннамға кеткен қаламаймын дейді екен. Жаннаттықтардан болса екен, дүниесі де ақиреті де жақсы болғанын қалаймын дейді. Насихат айтудың бір сәтін күтіп жүреді. Бір күні қожайыны шақырыпты. Кел балам, биыл жерімізге керемет бір бидай әкелдім. Биыл бидай егеміз дейді. Жақсы, жақсы дейді. Шығып кетеді, егет, содан астық жинайтын кез келеді. Қожайын қой бір көрейін деп егістік алқабына қарай барады. Қараса, арпа өсіп тұр екен. Бақырып әлгі қызметшіні шақырады. Неге арпа еккенсің дейді. Сөйтсе әлгі құл: мен бидай шығама деп үмітпен арпа ектім, бірақ сен ақмақсың ба дейді екен қожайын. Бидай егіп арпа орам дегенді қайдан көрдің депті. Сөйтсе құл: қожайын, сіз Алла тағаланың тыйым салғандарын оп-оңай жасап жүріп, бұйырғандарынан ұзақ тұрасыз, бірақ ақиретте жақсылармен бірге боламын деп ойлайсыз. Жәннатқа барамын деп түсінесіз. Мен де сіз сияқты жасап көрейін дедім. Арпа ектім, бірақ бидайдың өсуінен үміт еттім. Өспес пе еді қожайын дейді. Қарсысында тұрған бір ақылды адам: дұрыс айтасың дейді. Бұл жерде құлдың іс-әрекеті, сөйлегені бір ақмақтық демеңіз. Бұл жерде мәселен тағы бір қожайын, тағы бір құл бар делік. Содан бұл құлы да қожайынын жақсы көреді. Жақсы көргеннен: о қожайын, сіз арпа егіп бидай жинағанды көрдіңіз бе? Сол сияқты күнәға батып жәннатқа кірем дейсіз бе? деп айтса, қожайыны не дейді? Қойшы, көп сөйлемеймін, басты қатырма деп ашуланады. Әсері болмайды сөзінің. Бір ақиқатты, игілікті, жақсылықты сөйлеп тұрып көрсетуден гөрі көрсетіп тұрып насихат ету әлде қайда маңызды. Ол ұмытылмайды, санада қалады. Адамдар сөйлегеннен гөрі не істегеніңді есте сақтайды. Не керек? Қожайында тәубесіне келіпті, тәубе етушілерден болған екен. Адам баласы Алла разылығын көздесе, істің арты осылай болады. Оны да былай түсіндірсек болады. Мысалы, сіз қажылыққа Алланың үйін көруге барасыз ба? Жоқ әлде үйдің иесін көру үшін барасыз ба? Бірде бір қарт кісі, өзі бір мүсәпір, қажылық оған парыз емес күйдегі бір адам жай баяу адымдап келе жатады екен қағбаға қарай. Содан оны көрген біреу: ойша, не бар екен бұл қартқа, жатпай ма үйінде деп жақтырмағандай кейіп танытады. Ойша. Содан әлгілер намаз оқиды, қарт тозып кетіп, бір қараса әлгі ата адымдап қағбаға да жетіп қалыпты. Сөйтіп сәждеге құлап: я қағбаның иесі деген екен.
қағбаны көрдім демеген, ей қағбаның иесі деген екен. Содан әлгі адам өз ойынан қатты ұялады. Дегенмен басқа бір жолдан гөрі қағбаның жолында болған ол да бір ғанибет, хайырлы нәрсе. Баршамызға Алла тағалаға ғашық болу нәсіп болсын. Барлық амалдарыңыз Алла разылығы үшін жасалуына мұқият болыңыздар.